Қыжыл немесе изжога. Төс артындағы, асқазан аймағындағы күйдірген сияқты сезім, қыжылдау сезімі бәрімізге таныс шығар. Бірақ қыжылдау әркімді әрқалай мазалауы мүмкін. Егер сізде қыжылдау, күйдіру күніне бірнеше рет, жиі кекірумен, ауырсынумен жүрсе, онда сізде гастроэзофагиальды рефлюкстік ауру болуы ықтимал. Оны орысша герб деп атайды. Қалыпты жағдайда, мына суретте көріп тұрғаныңыздай, өңеш пен асқазанның арасында сфинктер болады. Сфинктер дегеніміз ол бұлшық ет. Бұл бұлшық ет асқазандағы қышқылды, тағамдарды, сұйықтықты барлығын өңешке кері жібермеу үшін, жауып тұру үшін қажет. Ал осы гастроэзофагиальды рефлюкстік ауру кезінде асқазандағы заттардың барлығы кері қарай өңешке құйылады. Бұл диагнозды сіз бірінші естіп тұрған болуыңыз мүмкін. Енді мағынасын біле жүрек. Гастро деген ол асқазан. Эзофаго деген эзофагус ол өңеш. Ал рефлюкс кері лақтырыс дегенді білдіреді. Яғни асқазан сөлінің өңешке қарай кері лақтырысы деген мағынаны білдіреді. Осы гера гастроэзофагиальды рефлюкстік ауру деген диагнозға осы саяды. Сонымен гера деген өңештің төменгі сфинктерінің моторлы эвакуационды қызметінің бұзылуымен болатын асқазан немесе ішек сөлінің өңешке қарай лақтырылуы салдарынан өңештің эпителийінің қабынулық, үдемелі, созылмалы ауруы. Өңештің асқазанға ауысатын жерінде арнайы қысып тұратын бұлшық ет кардиальды сфинктер деп аталатын бұлшық ет болады. Ол асқазанға өткен тағамның судың кері өтпеуін қадағалайды. Яғни адам ас қабылдау барысында жабық тұрады. Ал гера кезінде ол сфинктер босаңсып, ашық қалады да асқазан ішіндегінің өңешке қарай лақтырылуына себеп болады. Асқазан сөліндегі тұз қышқылы өңештің бетіндегі шырышты қабықты зақымдап, күйдіріп, сол жерде қабыну болады. Эрозия, яғни майда жаралар пайда болады. Осылайша қыжылды, күйдіруді береді. Себебі өңештің шырышты қабығы асқазандағы сияқты ащы, қышқылды, агрессивті ортаға бейімделмеген. Енді бұл өңеш пен асқазанның арасындағы бұлшық еттің, яғни сфинктердің бұлайша босап кетуіне не себеп? Бірінші ол құрсақ ішілік қысымның жоғарылауы. Құрсақ ішілік қысым не себепті жоғарылайды? Бірінші семіздіктен, екінші көп тамақ жеуден, үшінші жүктіліктен. Жүктіліктен құрсақ ішілік қысымның жоғарылауы ол қалыпты физиологиялық жағдай болып табылады. Кейін босанғаннан кейін қайтадан қалпына келеді. Одан кейін астит ауруы, бұл кезде құрсақ қуысына сұйықтық жиналады. Осы айтылған себептердің барлығы құрсақ ішілік қысымды жоғарылатып жібереді. Ал екінші себептің жиынтығына ол сфинктердің, яғни бұлшық еттің тонусының тікелей төмендеуіне әсер ететін заттар. Оған қою шәй, кофе, алкоголь, темекі шегу және атрофиялық гастрит деп аталатын ауру. Атрофиялық гастрит кезінде асқазандағы қышқылдық төмендеп кетеді. Ал қалыпты жағдайда асқазандағы тұз қышқылы осы сфинктердің жабылуын ынталандырып отырады. Келесі себеп кейбір дәрі-дәрмектерді қолданғанда, мысалы оған прогестерон гормоны жатады, антидепрессанттар жатады, нитраттар жатады және спазмды басу үшін қолданылатын спазмолитик препараттар жатады. Өңештің эвакуация, яғни шығару қызметінің төмендеуі мына жағдайлар кезінде кездеседі. Гипотиреоз, қант диабеті, тестостерон жеткіліксіздігі, неврологиялық бұзылыстар, оның ішіндегі жедел ми қан айналым жеткіліксіздігі, яғни ОНМК. Одан кейін іш қуысына жасалған операциядан кейін өңештің шығару қызметі төмендейді. Бұл гера дегеніміз жалпы өңештің ауруы. Кейбір пациенттер оны асқазаным ауырды деп, асқазанның ауруы деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл тек өңешке тиесілі ауру. Енді осы гастроэзофагиальды рефлюкстік аурудың клиникалық белгілеріне келетін болсақ, бірінші қыжыл.
қыжыл өңештің төменгі бөлігінде, төстің артында немесе эпигастрия аймағында әртүрлі қарқындылықта болатын күйдіру сезімімен жүреді. Одан кейін тамақтан кейін қышқылмен кекіру, тамақты қысу. Ал асқыну дамыған жағдайда дисфагия, жұтынудың қиындығы және аденофагия, жұту кезінде ауырсынудың болуымен жүреді. Бұл герб ауруының ауырлық дәрежесін бағалау үшін оны 3-ке бөлеміз. Жеңіл дәрежесі бұл кезде аптасына 2 рет қана қыжыл болады. Ал орташа дәрежесінде аптасына 2 реттен көп қыжыл болады, бірақ күнделікті емес, күнде болмайды. Ал ауыр дәрежесінде қыжыл күн сайын болады. Бұл кездесетін белгілер ең жиі кездесетін симптомдары болады. Бірақ кейде сирек жағдайда бұл айтылған белгілермен қатар асқазан сөлі тек өңешті ғана зақымдап қоймай, бронхты, кеңірдекті, аранды, тіпті есту түскішесін, ауыз қуысына тістерді де зақымдауы мүмкін. Бұл көріністерді экстраэзофагиалды немесе өңештен тыс белгілер деп атаймыз. Сол себепті сіз егер бұл рефлюкстік ауруыңызды емдемесеңіз, тіпті басқа органдарға да, тіпті ауыз қуысында тістерге де зиян тигізіп алуыңыз мүмкін. Мысалы, сирек кездесетін белгілеріне жөтел приступтары, жөтелдің ұстамалары болуы мүмкін, немесе тұншығу. Жиі түнгі уақытта тамақты көп ішіп аласыз да, жатқаннан кейін бұл қышқыл бронхтың қабырғасын тітіркендіреді. Соның әсерінен рефлюкс индуцирленген бронхиальды астма пайда болуы мүмкін. Екіншіден, лор мүшелеріне келетін болсақ, үнемі жөтелу, тамақтың жұтқыншаққа тұрып қалуы, тамақта жер тұрып қалған сияқты сезім болуы, тамақтың жыбырлауы, дауыстың қарлығуы, құлақтағы ауырсыну болуы мүмкін. Ал стоматологиялық белгілерге келетін болсақ, ауыз қуысындағы pH қышқылға өзгеріп тістердің эмалі эрозияға ұшырауы мүмкін, кариестің дамуы мүмкін. Ал кардиоваскулярлы, яғни жүрек қан тамыр жүйесі бойынша жүрек тұсындағы стенокардия тәрізді ауырсынулар, аритмиялар болуы мүмкін. Егер сіз осы герб немесе гераны уақытылы емдемей асқындырып алсаңыз, ол кезде сізде пептикалық эрозиялық жаралы эзофагит, яғни өңеш бойында майда жаралардың, көлемі әртүрлі жаралардың болуы мүмкін. Өңештің өзінің пептикалық жарасы, өңештің пептикалық тарылуы, яғни структурасы, өңештегі қан ағу, бұл қан аққаннан кейін болатын, одан кейін анемияға ұласып кетуі мүмкін. Және өңеште баррет өңеші деп аталатын, яғни өңештің қатерлі ісігінің алдындағы жағдай болады, баррет өңеші. Одан кейін өңештің аденокарциномасы, бұл кәдімгі рак. Сол себепті егер сізде кішкене бастапқы кезеңдерінде жүрсеңіздер де, оны асқындырып алмай, ертерек емделіп, денсаулыққа дұрыстап қараңыздар. Келесі видеода осы рефлюкстік аурудың емін, диагностикасын айтатын боламыз.